Vallahi biz tuğun okşa olma, olup kalma. Hani onlar tahta aşağımız ben getir katara getireyim. Lo, bulay tahta, bulay kadar ne kadar? Bak bakayım ya. Vallahi benim kolumda alışılan altın kalam, sihirli kalam, ozu kalamda alıp fizika tilini bir çekeyim. Tez yazalım. Şimdi жылдам жүгір. Уақытыңызды үнемдеңіз. Ой, рахмет. Мінекей балалар физиканың бүткіл ғажайыптарын біліп келе жатсыздар. Ары қарай жоғарымызға барғаннан кейін біраз нәрселер білеміз. Сіздерге тек қана сәттілік, сабақтарыңызды жақсы оқып, жақсы азамат болыңыздар, келіп отыра қойыңыздар. Сонымен бүгінгі біз тақырып бүгін бастамас бұрын үй тапсырмасына кішкентай өткен тақырыпқа қатты қояйық. Өткен тақырыпқа шолу жасайық. Қане, бірінші тапсырма, бәріміз қарап отырмыз. Ньютонның екінші заңына бағынатын жүйе инерция санақ жүйесі деп аталады. Солай ма жоқ па? Жоқ. Үстелдің бетінде тұрған шарды қолмен түртіп жібергенде шар инерциялық санақ жүйесінде болмайды. Бола ма? Түртіп болмайды ма? Болады. Иә. Иә. Так, қозғалмай тұрған автомашинаға үйкеліскіші әрекет етпейді. Иә. Иә ма? Жоқ. Жоқ қой, әрекет етеді ғой, ол қозғалмай тұрған жерменен әрекеттес. Динамика тарауы қарастырады, қозғалысты сипаттайтын физикалық шамалар. Жоқ. Инерция құбылысы дененің жылдамдығын сақтау құбылысы. Инерция. Иә ғой, иә. Галилео Галилей тәжірибелерінің қорытындысы Ньютон заңдарында көрініс табады. Иә, дұрыс. Так. Пойыз тоқтағандағы ішіндегі жолаушының бақыты артқа қарай бағытталады. Пойыз тоқтағанда жолаушының ішіндегі жолаушы артқа қарай бағытталады. Жоқ, иә? Қалай қарай бағытталады? Алдыға қарай бағытталады. Так, келесі. Автобус кенеттен үдеу алып, жүргендегі жолаушының қозғалысы алға бағытталады. Жоқ, иә? Жүріп кетсе, біз қалай қарай бағытталамыз? Артқа қарай. Бұл Ньютонның екінші заңына сәйкес келген сұрақтар еді. Енді келесі. Адам жүргенде, немесе доптыр тепкенде, біз қандай күшпенен әрекет ететін болсақ, ол денеде бізге сондай күшпенен әрекет етеді. Бұл Ньютонның үшінші заңы деп аталады. Олай болатын болса, қазір назарларыңызды экранға салыңдар. Осы экранды қарап отырып, өздерінің артынан ойларын қорытасыздар, жақсы ма? Және де осы қатып жатқан мұз бетіне екі үлкен мұз кесегін апарып қояйық. Яғни бұл бізде бірінші мұз кесегі болсын, бұл бізде екінші мұз кесегі болсын. Және де осы екі мұз кесегін біз бірдей деп қарастырайық. Яғни екеуінің де массасы 5 килограмм болсын. Яғни екеуі де 5 килограмм деп қарастырайық. Енді осы екі мұз кесегінің бір-бірінен айырмашылығы, бірінші мұз кесегі бұл тыныштықта тұрған болсын, ал екінші мұз кесегі бізде тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатқан болсын. Яғни бұның жылдамдығы тұрақты. Және де бұл мұз кесегі бізде суладуға қарай қозғалып келе жатқан болсын, оның жылдамдығын 5 метр секунд деп алайық. Енді осы мысалға сәйкес мұз бетіне мұз кесегі орналассын деп қарастырған себебі үйкелісті барынша аз етіп алу. Өйткені біз білетініміздей, мұз бен мұздың арасында үйкеліс аз болады. Енді осы екі денеге байланысты Ньютонның бірінші заңына сәйкес
дене тыныштықта тұрғандығы себепті оның жылдамдығы нөлге тең, яғни нөлде бұл тұрақты болып есептелінеді. Және де осы денелердің қозғалысына әсер ететіндей ешқандай да сырттан теңгерілмеген күштер әрекет етпейді деп есептейік. Енді бұл жерде мұз кесегі және де Енді балалар, мынада біздің бүгінгі сабағымыз, яғни Ньютон үшінші тұжырымдап өзімізше тапсырмалар орындайық. Ньютонның үшінші заңын тұжырымдарын кім тұжырымдайды? Мен. Айтамын. Әсерге әрқашан оған тең және қарамағыз арқылы қарсы әсер пайда болады. Дұрыс. Екі дененің өзара әсерлері бір-біріне тең және қарамағыз. Және бағыттары бойынша қарама-қарсы, иә? Дұрыс. Келесі. Нұртілек, Галилейдің салыстырмалы принципінің мәнісі неде? Отыр. Санақ нүктесін таңдау болды. Яғни дененің санақ жүйесін таңдап алу, иә? Бірінші және екінші денемен әсерлесу. Үшінші, барлық инерция санақ жүйелерінде қандай шамалар өзгермейді, ал қайсылары санақ жүйесіне тәуелді? Кім айтады? Мақпал айта қойшы. Осып кетер. Сабақтың соңында саяқталды, мынау біз жаңа біраз мәліметтер алдық, түсіндік, білдік. Енді осы қолдану үшін мінекей қазір есептер шығарып беріп отырмыз, яғни практикалық тапсырмалар. 3 есеп беріп отыр, қанекей орындарында отырып, жылдам осы 3 есепті орындаймыз. Қарап алыңдар, егер түсінбейтіндер болса, менен сұрайсыздар. Жақсы, қанекей бастай беріңдер жұмысты. Балалар, неге сабақты қорытындылай келе, бүгін сабақ өте тамаша өтті, керемет, жауап берулердің бәрі жақсы, көңілге қонымды. Енді кері байланыс жасаймыз. Біздің бүгінгі сабақта не түсіндік, не үйрендік, не білдік. Бүгін сабақ маған ұнады. Себебінен нені үйрендім? Ньютонның үшінші. Ньютонның үшінші заңы, яғни өзара әрекеттесу күштеріне. Келесі. Маған қайсы қимыл көрінселерге? Формулалар өзі жазылдар, иә? Енді оны түсіндіңдер ғой, иә? Жақсы. Мен енді тағы бір нәрсе білгім келеді. Не білгілерің келеді? Физиканың заңдылықтарына солай ма? Айта білем. Физиканың заңдылықтарын физиканың заңдылықтарын тереңірек білеміз. Олай болса, алдағы уақыттарда әлі де тереңірек зерттейміз. Жақсы, рахмет. Сабақ осылай аяқталды. Сау болып тұрыңдар.